Деректемелерді ресімдеу тәртібі тақырыбының жалғасы. 3 бөлім. 16 деректеме құжатқа қосымшаның болуы туралы белгі. Бұл белгіде парақтардың саны, данасы, орындалған тілі көрсетіледі. Егер қосымша кітапшаланған болса, онда даналардың саны ғана көрсетіледі. Егер құжат мәтінінде аталмаса, онда қосымшаның атауы, датасы мен тіркеу нөмірі қосымша көрсетіледі. 2 немесе одан да көп қосымша болған кезде олар нөмірленеді. Егер құжатқа қосымшалары бар басқа құжат қоса берілсе, онда осы құжаттың деректемелері және парақтардың жалпы саны көрсетіледі. Мысалы, мына үлгіде көрсетілгендей. Сондай-ақ тағы бір айта кететін жайт, егер қосымша құжатта көрсетілген адресаттардың бәріне жолданбаса, онда бұл жерде оның қай адресатқа жіберілгені көрсетіледі. 17 реквизит қол. Құжаттың ұйымда қалатын көшірмесіне қол қойылуы тиіс, және оны құжаттың көшірмесімен алмастыруға болмайды. Түпнұсқада факсимиле арқылы қол қоюға рұқсат етілмейді. Құжатқа лауазымдары тең 2 және одан да көп адам қол қойған кезде, олардың қойған қолдары ұйымдардың ресми атауларының әліпбилік ретімен орналастырылады. Тең емес кезде, қолдары лауазымдар иерархиясының кішіреюіне сәйкес бірінің астына бірі орналастырылады. Комиссия жасаған құжатта қол қойған адамдар лауазымдардың атауы емес, олардың комиссия құрамындағы міндеттері көрсетіледі. Егер құжатта көрсетілген лауазымды адам болмаса, құжат оның міндетін атқарушы лауазымды адамның атына қайта ресімделуі тиіс. Құжатта үшін көмекші сөзін қосу немесе лауазым атауының алдына қиғаш сызық қою арқылы қол қоюға жол берілмейді. 18 реквизит құжаттың келісілгені туралы белгі. Құжат жобасын келісу құжатқа қол белгі, яғни виза, немесе келісу грифі арқылы ресімделеді. Құжат бірнеше ұйыммен сырттай келісілсе, келісу парағы жасалады. 19 реквизит мөр бедері. Қағаз құжаттар үшін ұйым мөрінің бедері, яғни оттиск, лауазымды адамның құжаттағы қолының түпнұсқалығын куәландырады. Ұйым мөрінің бедері құжатқа қол қойған адамның лауазымы атауынан кейін, оның жеке қолын қамтымай қойылады. 20 реквизит құжат көшірмесінің куәландырылғаны туралы белгі. Құжат көшірмесінің түпнұсқасымен сәйкестігін куәландыру үшін қолы деген деректеменің төменгі жағына тырнақшасыз көшірмесі дұрыс деген куәландыру жазбасы қойылады, немесе мөртабан пайдаланылады. 21 реквизит құжаттың орындаушысы туралы белгі. Бұл орын деген қысқартылған сөзді, құжатты, орындаушы есімінің инициалы мен тегін, телефон нөмірін, электрондық поштасының мекен жайын қамтиды, және құжаттың соңғы парағының беткі немесе сыртқы жағының төменгі сол жақ бұрышында орналастырылады. 22 құжаттың орындалғаны және оның іске жіберілгені туралы белгі. Орындалған растайтын құжаттың нөмірі мен датасына сілтемені, іске деген сөзді, құжат сақталатын істің нөмірін қамтиды. Ол құжаттың бірінші парағының беткі жағының төменгі жиегіне қойылады. Оған орындаушы іске жолдаған күнін көрсете отырып қол қояды. 23 реквизит құжаттың электрондық көшірмесінің сәйкестендірушісі. Ол құжат жасалған бағдарламалық қамтылымның атауын және нұсқасын қамтиды. Құжаттың әрбір парағының беткі жағында қойылады. Соңғы реквизит 24 құжаттың ұйымға түскені туралы белгі. Құжаттың бірінші парағының беткі жағының оң жақ төменгі бұрышына қойылады, және кіріс құжаттың реттік нөмірі мен түскен датасын, қажеттілігіне қарай сағаты мен минутын қамтиды. Осымен барлық деректемелердің жалпы сипаттамасын қарастырып шықтық. Келесі сабақтарда құжат түрлерін өткен кезде әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ал бүгінгі сабақ бойынша қорытынды сұрақтар сілтеме бойынша жіберіледі. Назарларыңызға рахмет, сәттілік.